Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Жас тарихшыларға арналған менің шағын отаным республикалық интеллектуалдық конкурсына қатысушы Айтбай Саят боламын. Және менің бүгінгі тақырыбым ол менің шағын отанымның болашағы, ал менің жетекшім Арынова Лиза Темірбек қызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгін мен сіздерге өзім үшін аса қымбат, жүрегіме жақын шағын отанымның болашағы жайлы ойлармен бөліскім келеді. Ол менің болашақ мектебім және шағын отаным. Әрқайсымыздың жүрегімізде білім ордамызға деген ерекше махаббат бар. Ал оның болашағы біз үшін маңызды. Менің шағын отаным болашақ мектебі біздің біліміміз, мәдениетіміз, тіліміз, салт-дәстүріміздің ұясы. Сондықтан оның дамуы мен өркендеуі біздің ортақ мақсатымыз деп білемін. Мақсатқа жету үшін біз амал істеуіміз керек. Ал ең бірінші амал ол білім беру жүйесінің дамуы. Шағын отанымның болашағы тікелей білімді ұрпаққа байланысты. Білім қоғамның қозғаушы күші. Сондықтан біз жастарымызды сапалы біліммен қамтамасыз етуіміз керек. Болашақ мектебінде білім беру сапасын жақсарту мақсатында заманауи технологияларды енгізіп, өзге тілді меңгеру, спорт шеберін баулу, қазақтың қасиетті домбыра үйірмесі, құмыра жасау, интернет пен цифрлық сауаттылықты дамытуда маңызы зор. Тек білімді ұрпақ қана отанымызды алға жылжытуға қабілетті деп санаймын. Екінші амалымыз ол мәдениетті сақтау және дамыту. Мәдениет ол кез келген ұлттың негізі. Шағын отанымыздың болашағы ұлттық құндылықтарды сақтап, оларды кейінгі ұрпаққа жеткізуге байланысты. Қазақтың тілі, салт-дәстүрі, музыкасы және өнері барлығымыздың байлығымыз. Біз осы құндылықтарды сақтап қана қоймай, оларды дамытып, әлемге танытуымыз керек. Ал үшінші амалымыз бұл экология және табиғатты қорғау. Табиғи ресурстарды сақтау мен экологиялық мәселелерді шешу біздің болашағымыздың кепілі. Табиғатты қорғау, оны дұрыс пайдалану арқылы шағын отанымызда таза әрі жасыл аймақ ретінде сақтай аламыз. Қоршаған ортаға ұқыпты қарау келесі ұрпақтарға қалдырар мұрамыздың маңызды бөлігі деп санаймын. Ал енді қорытуға рұқсат етсеңіздер, менің шағын отанымның болашағы біздің қолымызда. Біз әрқайсымыз осы болашақ үшін жауаптымыз. Білімді, мәдениетті, табиғатты сүйетін өз елінің патриоттары ретінде шағын отанымызды үлкен жетістіктерге жетелеп гүлдендіре аламыз. Осы мақсаттарымызды бірлесіп жүзеге асырсақ, болашақ мектебінің мекемесінің болашағы жарқын болады.